Бетті қалай арықтатуға болады? Әріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Артық салмақ, артық май дененің басқа бөліктерімен бірге беттен де өз орнын алады. Беттің шамадан тыс томпайып шығып кетуі мен екінші иектің пайда болуы артық салмағы барларда ғана емес, кейде арық адамдардың өзінде кездесетін мүсін мәселесі. Жақ сүйектерінің айқын білініп тұрғаны, бет терісінің шымыр да тартымды болуын екінің бірі қалайды. Бірақ ондай бет пішініне қалағанның бәрі қол жеткізе бермейді. Тек ерінбей еңбектенгендер ғана. Сіз де бетімді қалай аздырсам болады деп бас қатырып жүрсіз бе? Ендеше ерінбей жан-жақты еңбектеніңіз. Жан-жақты еңбек оған не кіреді? Дұрыс тамақтану. Бұл бетті арықтату жолындағы басты қағида. Бетті аздыру үшін күнделікті ас мәзірінен ісінуге алып келетін азық түрлерін алып тастау немесе барынша азайту қажет. Айталық, қант пен тұзды, онымен қоса майлы сорпа, майлы ет, тәтті пісірмелер мен газдалған сусынға да ас үстелінен орын бермеген жөн. Қою шай мен кофеде ағзаға артық калория сыйлап, тіндерде сұйықтықтың жиналуына ықпал ететінін біле жүріңіз. Ұзақ уақыт бойы аш жүрмеу, аз-аздан жиі тамақтану, таза ауыз судың тәуліктік қажет мөлшерін ішу, алкогольден бас тарту, жеміс-жидек, көкөністі көбірек тұтыну сынды жаттанды, бірақ жалықтырмауға тиіс ережелерді сақтаңыз. Екінші, массаж жасау. Кез келген еңбек жан-жақты болғанда ғана нәтижелі. Сондықтан бетке массаж жасауды да ұмытпаңыз. Массаж үшін түрлі емдік шөп тұнбалары немесе теңіз тұзы ерітіндісі айрықша әсерлі болып келеді. Осындай тұнба не ерітіндіге батырылған сулықпен бетіңізді жайлап ұрғылаңыз. Бұл бет бұлшықеттерінің тонусын көтеріп, қан айналымды жақсартады. Әр таң сайын массаж жасауды ұмытпасаңыз, нәтижесін көп ұзамай көресіз. Үшінші, жаттығу жасау. Бет терісіне де күнделікті жаттығу жасау қажет. Біз сөйлейміз, күлеміз, ас шайнаймыз. Мұның бәрі бет бұлшықеттерін белсенді қимыл қозғалысқа келтіреді. Бірақ арнайы жаттығулар бәрібір артық болмайды. Сондықтан бетті қалай арықтатуға болады деген сауалға біз мына жаттығулармен жауап береміз. Біріншіден, алдымен бет бұлшықеттерін барынша босаңсытыңыз. Сонан соң Х және О немесе Ы және У дыбыстарын кезекпен кезек айтасыз. Дыбыстау кезінде жақ сүйектеріңіз барында қозғалысқа келетін болсын. Әрбір дыбысты 40 реттен қайталаңыз. Осылайша күніне 3 айналым жасайсыз. Х және Ы дыбыстарын айтқанда жақ сүйектері қысыңқы қалыпта, ал О және У әріптерін айтқанда олар ашылып, ерін дөңгеленіп, нәтижесінде бұлшықеттер шынығады. Екінші, ұртыңызды ішке қарай тартып, азу тістер арасына қыстырыңыз. Ерінді барынша алға қарай сүйірлейсіз. Осы қалыпта 3-5 секунд тұрып, қайта босатыңыз. 10 рет қайталай отырып, күніне 3 айналым жасау жеткілікті. Үшінші, ұртыңызда сағыз бар деп елестетіп, жақ сүйектеріңізді барынша қозғай отырып, оны шайнаңыз. Бұл үшін бастапқыда сағызды қолдануға да болады. Басты мақсат жақ сүйектерінің жоғары төмен, оңға солға барынша айналым жасауы. Күніне 2-3 рет 1-2 минуттан жасаңыз. Төртінші, басыңызды аздап артқа шалқайтып, астыңғы ерін мен иекті жоғарыға қарай барынша көтеріңіз. Осы қалыпта көтеріп түсіруді 15 рет қайталаңыз. Бір күнде 3 айналым жасалуы тиіс. Бесінші, ұртыңызға барынша ауа толтырып, кейін қайта босатыңыз. Осылайша алдымен 2 ұртты бірдей, кейін кезекпен кезек ұртыңызды томпайтып қабыстыру жаттығуын жасаңыз. Көріп тұрғаныңыздай бетті арықтататын жаттығуларды жасау өте оңай. Әйткенмен әсерлілігінде сөз жоқ.
тек уақытылы және қажетінше орындасаңыз болғаны. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.